Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздермен үгілмелі қатпарлы самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рецепті менен үйге келген қонақтарымның барлығы сұрайды, сондықтан сіздермен де бөлісуді жөн санадым. Керекті заттардың барлығын астына описанияға жазып кететін боламын. Қажетті заттардың барлығын осылай араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқа салып аламыз. Қамырды бірнеше бөлікке бөліп, жұқа етіп қамыр жаямыз. Жайылған қамырдың бетіне ерітілген сары майымызды немесе маргаринімізді жағып, осылай рулет етіп ораймыз. Оралған рулетімізді тағы да жарты сағатқа тоңазытқа салып аламыз. Сол кезде жұмыс жасау оңай болады қамырмен. Әр қамырдың мөлшері примерно 30 грамдай етіп кесіп алдым. Сол кезде формалары бірдей шығады. Ал салмасына етті фарш және пияз, тұз, бұрыш салдым. Самсаңыз сочный болу үшін 50 мл су немесе сұйық май қоссаңыздар болады. Мен 100 грамдай құйрық майды теркадан немесе мясорубкадан өткізіп қосамын. Оның дәмі тіпті балалар да байқамайды және сочный болып шығады самсам. Самсаны қалауыңызша түйсеңіз болады. Ұйғыр-іске немесе осылай 3 бұрышты әртүрлі формада түйіп, бетіне жұмыртқаның сарысымен азғантай сүтті араластырып жағып шығамыз. Және қызып тұрған пеште 200 градуста жарты сағаттай пісіріп аламыз. Дайын болған самсаны қонақтарыңызға немесе үйдегілеріңізге ұсынуға болады. Сіздермен бірге болған мен Нұржамал. Міндетті түрде дәл осы рецептінен пісіріп көріңіздер самсаны. Және астына комментарий жаза кетіңіздер, сіздің самсаларыңыз қалай шықты, немесе өзіңіздің қолданатын рецепттеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Сіздердің рецепттеріңізбен де міндетті түрде пісіріп бөлісетін боламын ютубта. Біздің самсаларымыз дайын. Осындай қып-қызыл, әп-әдемі, дәмді әрі тойымды самсалар болады. Дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Ас болсын. Сіздермен бірге болған мен Нұржамал. Каналға тіркеліп, қолда кетіңіздер. Және алдағы уақытта менен кондитерлік бағытта видеороликтер болады. Сондықтан жіберіп алмаңыздар. Қандай рецептінен, қандай торт пісіргенді қалайсыздар, және қандай торттың рецептісі керек, астына жаза кетіңіздер. Міндетті түрде сол торттарының рецептісін шығаратын болам. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.